мұнай-газ химиясы, үздіксіз процесс, шикізат, экспорт, импорт, өнім, баррель. Армысыз көрермен, эфирде қойнауы қара алтынға бай, бюджеті шикізатқа тәуелді елді мұнай-газ секторындағы жаңалықтарына шолу жасайтын хабар «Баррель». Оның жүргізушісі мен Нұрбиба Тимиртасова. Биыл Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы геологиялық барлау ұңғымасының үшеуін бұрғылауды жоспарлап отыр. Бұл туралы Ақтау қаласында өткен Маңғыстау өңіріндегі мұнайгаз саласының болашағына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференцияда компанияның басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев айтты. Қолданыстағы жобалар бойынша Абай блогында бұрғыланатын тереңдігі 2500 метр теңіз іздеу ұңғымасына атап өткен жөн. Терең шөгінділерді зерттеу аясында биыл Қазмұнайгаздың жоспарында Атырау және Қызылорда облысындағы Қаратон, Пацелевой және Торғай палеозой жобаларында 5500 метрден 2 терең ұңғыманы бұрғылау бар. Сонымен қатар Қазмұнайгаз Лукойлмен бірлесіп Қаламқас теңіз Хазар жобасын әзірлеуді жобалауға кірісті. 2023 жылы геологиялық барлау жұмысына құйылған инвестицияның көлемі 152,4 миллиард теңгеге жеткен. Бұл көрсеткіш 2022 жылмен салыстырғанда 12%-ға артық. Энергетика вице-министрі Асхат Хасеновтың айтуынша геологиялық барлау үшін салынатын инвестиция көлемі жыл сайын артып келеді. Хасенов саланың ұзақ уақыт бойы ірі антиклинальды құрылымдардың тапшылығын сезініп келе жатқанын және маңызды жаңалықтардың жоқ екенін айтып отыр. Көмірсутектердің перспективалы ірі кен орындары 4500 метрден төмен тереңдікте болуы мүмкін. Бұл айтарлықтай қаржылық инвестицияларды қажет ететіні анық. Энергетика министрлігі Қазмұнайгаз компаниясымен бірлесіп, іздестіріп бұрғылауға перспективалы объектілерді кейіннен бөлу үшін зерттелген бассейндер бойынша шамамен 36 мың кума километрден және аз зерттелген бассейндер үшін 28 мың кума километрден сейсмикалық зерттеулерді қамту арқылы 2025-2035 жылдарға арналған геологиялық барлау жұмыстарының бағдарламасын әзірлеп жатыр. Салаға инвестиция тарту мақсатында бір қатар мынадай заңнамалық реформа қабылданған. Бірінші, күрделі жобалар бойынша жақсартылған модельді келісімшарт тетігі енгізілді. Қазіргі кезде 9 миллиард долларға жиынтық инвестиция бар. Жақсартылған модельді келісімшарттың 5-еуі жасалған. Екінші, сарқылатын кен орындарын қолдау тетігі әзірленген. Бұл өндірудің 2045 жылға қарай қосымша 60 миллион тоннаға дейін өсуіне мүмкіндік бермек. Үшінші, рәсімдер оңтайландырылды. Атап айтқанда 8-10 айды үнемдеу үшін өріске шығу нәтижесі ретінде қажетті келісулер мен сараптамалар алынып тасталды. Еліміздің көмірсутектер бойынша ресурстық әлеуеті айтарлықтай жоғары екені айтпаса да түсінікті. Сондықтан биліктің алдында заманауи технологияларды тарта отырып, геологиялық барлау мен жұмыс істеп тұрған кен орындарын дамыту үшін инвестициялық ахуал мен жағдайды одан әрі жақсарту жөніндегі міндет тұр. Теңіз кен орында ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасының нысандары іске қосылды. Бұл туралы Теңізшевройл компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. ТШО бірінші өлшеу станциясын төмен қысымға ауыстырып және тиісті қысымды көтеру жүйесін пайдалануға бере отырып, теңіз мұнай кен орнында ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасының нысандарын қауіпсіз түрде эксплуатациялауды бастаған. Бұл теңізде өндірісті кеңейтудің жалпы жобасындағы маңызды кезең болып табылады. Ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасы ұңғымалардың ернеуіндегі қысымды төмендету және кейіннен қолданыстағы зауыттарға қысымды арттыру есебінен теңіздегі көмірсутектерді өңдеу зауыттарының жұмысын толық қуаттап жылына шамамен 28 миллион тоннаға дейін ұстап тұруға арналған. Қосымша қысымды көтеру жүйесінің компрессорлары іске қосылып, қалған өлшеу станциялары осы жылдың соңына дейін қайта жабдықталмақ. Ал келешек кеңею жобасы 2025 жылдың бірінші жартысында аяқталады деген жоспар бар. Бұл шоға теңізде шикі мұнай өндіру көлемін жылына тағы 12 миллион тоннаға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда келешек кеңею жобасы ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасы аясында ТШО қазақстандық тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 18 миллиард ақш долларынан астам инвестиция салған. Сонымен қатар 4 мыңға жуық жергілікті жұмысшы өздерінің үлестерін қосу үшін арнайы
дайындықтан өткен екен. Келешек кеңею жобасы іске қосылғаннан кейін Шеврон теңіздегі 50% үлесінің үстіне 2025 жылы 4 миллиард ақш доллар, 2026 жылы 5 миллиард ақш доллары ақша табуды жоспарлап отыр. Шикі газды айдау зауытын күрделі жөндеу жұмысы 2-ші тоқсанда, ал кешенді технологиялық желілер объектісін жөндеу жұмысы 3-ші тоқсанда аяқталады деп күтілуде. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңына сәйкес энергетика министрлігі Қазақгаз компаниясымен бірлесіп 2030 жылға дейін газдың болжамды балансын қалыптастырды. Қазақстанда газ өндірудің 85%-дан астамын теңіз, Қарашығанақ және Қашаған жобалары қамтамасыз етеді. 2023 жылы Қазақстан Республикасының газ өндірісі 59 мың миллиард текше метрді құрады. Оның ішінде теңіздің ірі кен орындары 16 миллиард метр куб, Қарашығанақ 385 миллиард текше метр, Қашаған 11 миллиард метр куб және басқа кен орындары 8 миллиард метр куб. Газдың болжамды балансына сәйкес 2024 жылы елімізде газ өндіру 60 миллиард текше метрге дейін өседі деп күтілуде. 2024 жылға арналған тауарлық газ өндіру жоспары 28 миллиард текше метр. Газдың болжамды балансына сәйкес 2024 жылы ағымдағы ішкі тұтыну 20,9 миллиард текше метрді құрайды. 2030 жылға қарай Қазақстанда газ өндіру көрсеткіші жылына 90,7 миллиард текше метрге дейін жетеді деген болжам бар. Оның ішінде сатуға арналған тауарлық газда болады. Бұл туралы Energy Monitor Telegram каналы хабарлады. 2030 жылға қарай өндірілген газдың 48%-ын жердің қабатына қайта айдау жоспарланып отыр. Жаңа өзенде құны 17 миллиард теңге болатын мұнай-газ жабдықтарын шығаратын зауыт салынады. Кәсіпорын келесі жылы пайдалануға берілмек. Қазмұнайгаз компаниясының ақпаратына сүйенсек, зауыт жылына 51 мың тонна құбыр өнімін, 540 мың тонна сорғыш танкісін және 100 мұнай жылытқышын өндіретін болады. Зауытты Қазақстандағы Қазпетро Дриллинг ірі бұрғылау компаниясы салмақ. Ол 1965 жылдан бастап ұңғымаларды бұрғылау, жөндеу және жою қызметтерін ұсынады. Оған мұнай-газ секторында арналған жабдықтар шығаратын Ақтау Казкормашзавод тиесілі. 2023 жылдың тамызында Қазпетро Дриллинг қытайлық CITIC Pacific Special Steel және CITIC Construction компанияларымен бірге Маңғыстау облысының Құрық ауылында зауыт салуға 530 миллион доллар инвестиция салатына хабарланған еді. 2024 жылдың 1-ші тоқсанда Батуми теңіз порты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 6012 тонна қазақстандық аммиак селитрасын тиеп жөнелтті. Жүк Ақтау портынан Хофсан портына қарай жөнелтілді. Әрі қарай әлемдік нарыққа экспорттау үшін Батуми теңіз портында ауыстырып қайта тиелді. Бұл жайында Қазтрансойл компаниясының баспасөз қызметі ақпарат таратты. 2024 жылдың наурыз айында Батуми теңіз порты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алғаш рет қазақстандық аммиак селитрасын бір кеме жөнелтілімі көлемінде, яғни 3000 тонна жіберген болатын. Минералды тыңайтқышты жөнелтуші Қазазот акционерлік қоғамы. 2024 жылдың соңына дейін өндіруші Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша Батуми портына 50 мың тоннадан астам көлемде аммиак селитрасын жөнелтуді жоспарлап отыр. Құрметті көрермен, осылайша Баррель хабарының кезекті санын аяқтаймын. Амандықта жүздескенше.